Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Видеоны басамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Канело ауыр халда жатқан Айдос Ербосынұлына қолдау білдірді. Екінші орта салмақта әлемнің абсолют чемпионы Саул Канело Альварес кубалық Давид Моралемен кездесуден кейін ауыр халде емханаға түскен қазақстандық Айдос Ербосынұлына қолдау білдірді деп жазады. Сен менің дұғамдасың деп жазыпты Instagram әлеуметтік желісінде. Мексикалық Айдос Ербосынұлымен бірге түскен суретті салып. Еске салайық, Ербосынұлы Моралеге қарсы кездесуде 12-ші раундында нокаутпен жеңілді. Жекпе-жектен кейін қазақстандықтың дәрігерлер зәмбілмен алып кеткен. Кейін оны Хеннеппи, Миннесота штаты ақш аймағындағы медициналық орталыққа жеткізген. Сосын оны миына қан кеткені анықталған. Жексенбі күні кешке Ербосынұлына операция жасағаны белгілі болды. Боксшының жағдайы қатысты промоутерлік компанияда ресми мәлімдеме жасады. Бұл қалай? Қазақстандық боксшы қарсыласын 2 рет нокдаунға түсіргенімен жеңілді. 2021 жылға Азия чемпионы қазақстандық Волосенко аманды өтіп жатқан биылғы Азия біріншілігінде жекпе-жекке шықты деп хабарлайды. Қазақстандық боксшы жартысы 1/4 финалда бастап 60 кг салмақта моңғолиялық Номино Эрдена айқасты. Төрешілердің бөлек шешімімен моңғолиялық боксшы жеңіп кетті. Алайда бұл шешім даулы болып тұр. Волосенко қарсыласын 2 рет нокдаунға түсірген болатын, бірақ сонда-ақ жеңіске қарсыласын берді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.